Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы білім беруді дамыту орталығының ұйымдастыруымен 2020 жылдың 10 тамызы күні рухани жаңғыру бағдарламасы аясында оқыту мен тәрбиелеудің ұлттық жүйесін дамыту мақсатында ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған онлайн әдеби шара өткізілді. Шараға Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының қосымша білім беру және тәрбие жұмысы бөлімінің бас маманы, Құрманғазы атындағы саз колледжінің оқытушысы, облыстық, қалалық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері және мектеп оқушылары қатысты. Шара барысында қонақтарымыз Абай тағылымы арқылы бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне қажет рухани мұраларды сіңіру, жастарымыздың бойына ізгіліктің, адамгершіліктің рухани нәрлі дәнін егу, ұлы дана мұрасы, білім, ғылымның ғана көзі емес, оның тағылымы тәрбиенің де қайнар бұлағы екендігі туралы өз ойларымен бөлісті. Шара соңында мектеп оқушылары ақынға арнаулары мен ақын шығармаларын оқыды.